Кеш жарық. Маған бүгін осы превьюдің бір түрі шақыру амалын мына артындағы жасылды қалай кетірсе болады деген сондай сұраныс болды. Енді соны түсіріп көрсетіп жіберейін. Ал кеттік. Ал енді бұл жаңағы қоңыраушаны мынау Pinterest деген тұр мынау бетте. Көрдіңіздер ме? Үшінші қызыл П деген шетелше. Соның ішіне кіріп, егер де керек болып іздеп қалсаңыздар, осының ішінен сұрауға болады. Мынау астында лупасы тұр, сұрайтын. Мінекей. Бұл Pinterest'ің ішіндегі небір жақсы видео, жақсы жаңа нелер бар. Керекті шаблондарыңызды аласыздар, шақыру билетінде бәрін. Өте әдемі суреттері, видеолары. Мінекей лупадан сұрайсыздар. Мына жерде футажи, лайк, подписка, колокольчик деп қойған. Мінекей. Соны бүйтіп бассаңыздар, мына астында неше түрлісі шығады. Мына колокольчиктің қандайы керек сізге. Мінекей. Бұл жерден жүктеуді мен негізі өткенде видеоларымда айтқам, оны қайта кейін тағы да айтармын. Жарайды. Енді осыдан тартып аласыздар. Pinterest өз арнайы телеграмдан аласыздар. Тартып, сөйтіп галереяға жүктейсіздер. Галереядан мінекей енді CapCut'қа. Біз осы CapCut'пен жұмыс істейміз. Өте жақсы предложение бұл негізі. Мінекей. Мен негізі CapCut'қа жүктеп қойғам. Мына бір видеомды салып, бәрін дайындап қойғам. Уақытты кетірмес үшін. Алдында айтқан мен қалай тарту керек. Егер де сұрап жатсаңыздар, тағы да түсіре салам. Так, мінекей. Жаңа мен осы қазір бір видеоны саласыздар бірінші, өздеріңіздің видеоларыңызды саласыздар. Содан кейін мына астында наложение деген тұрады. Мінекей, астында тұр ғой, мына қимылдатып жатырмын. Сол астына наложениені төрт бұрышты, соны басасыздар, мінекей. Соны басқан кезде оның үстінен плюсикті басасыздар. Плюсикті басқан кезде галереяға барады. Мінекей. Галереям тұр ғой. Соны мінекей мына төбеде тұр менде. Соны мен үстінен бүйтіп белгілеймін да, мысалы бүйтіп кәдімгідей жаңағы белгілеймін да, добавитті басам. Мынау бүйтіп басқан кезде астына мінекей добавить деген жанып тұр. Соны басасыздар. Сөйтіп содан кіреміз. Мінекей мына енді мына керегі жоқ. Мен қайттан назад мінекей. И наложениенің үстінен басқан кезде жаңа шықты, и өзі мынеқа шықты міне. Жаңағы подписка деген. Арт жағында көгі бар, мінекей. Енді соның көгін кетіру біздікі главный. Ал анықтап қарап отырыңыздар. Мінекей мына көктің үстінен басам. Міне. Көктің үстінен басам. Басқан кезде астында мінекей ауысады өзінің нелер. Әртүрлі жағдай жасайтындары. Енді осының мінекей. Неға барамыз? Адамның сүлдесі тұр ғой, вырезка деген тұр, мінекей. Соның үстінен басамыз. Соның үстінен басқаннан кейін мына үшінші тұр ғой, хромакей деген тұр. Мінекей, хромакей тұр. Соны басамыз. Міне басқан кезде мына жерде анықтап қараңдар. Мына ортада хромакей өзі домалақ, и ортасында точкасы тұр. Точкасын алып жанындағы жасылға тигізесіздер. Ана ортаға істесеңіздер, орта жоқ болады да, сырты жасыл кетпей қалады. Сол үшін мынаны сразу жылжытамыз да, мінекей. Ана жасылды сүртеміз. Енді ол жасылды сүрттік. Енді бізге мынау ортада интенсивность деген ашылды. Соның үстінен басамыз. Міне ортадағы төрт бұрыш тұр ғой, астында. Астында тұр. Соны пипетка, интенсивность тени деген. Соның ортасында интенсивность басамыз. Міне басқан кезде астында мына жаңағы мінекей, мынау ашылады, бір сызықша пайда болады өзі. Соны жайлап жылжытамыз. 6-7. Мінекей. Уже біздің жандағы көктер жоқ болып кетті. Мынаны бүйтіп жылжытып көреміз. До конца жоқ болды ма? Мінекей. Енді видеомызды қоя берейік. Жаңағы жанда көңін алып тастайын. Мінекей. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Енді оны жаңағыдай
жасыл шығып қалған. Менде негізі ұзағынан тартылған тұғын мынау. Мен просто бөліп тастадым да бұларды. Жаңағыдай ортасы өстіп қосылып тұрған бұлардың. Үстінен басқан кезде уже бөлік екені көрінеді. Мінекей. Бұл бөлек. Бұны қазір міне. Мынаның қазір соңында қосылған жері сәл көк шығып қалып отыр. Оны мен бүйтіп жылжытам, мінекей. Деп жылжыта саламын. Мінекей, жоқ. Енді мынаны да солай жасасақ болады. Мінекей, үстінен басамыз. Үстінен басамыз. Басқаннан кейін жаңа астында мінекей адамның сүлдесі. Вырезка деген тұр. Вырезканың үстінен басамыз. Хромакейді басамыз. Хромакейді мынау торы ортасында жазудың үстінде тұр. Біз жазудың үсті емес, бізге шеті керек. Точкасын алып шетке апарамыз да соның үстін сүртеміз шеттің. Сүрткеннен кейін мінекей интенсивность ашылды ортасында. Соны жылжытамыз. Мінекей. Міне. Біз егерде қатты не алсақ, мынау вообще жоқ болып кетуі мүмкін да, кейбір нелер сондай болады. Ал енді көреміз. Мінекей. Бұны сәл үлкейтеміз десек те өзіміз білеміз. Міне қолмен үлкейте беруге болады. Ол гүлдер қияланы, ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан, жаным менің жаулаған қызыл раушан. Көрдіңіздер ме? Мына жерден өзінің несі бітетті, и сол жерден бүйтіп бөліп тастаймыз. Бізге тартылған кезде ұзақ болып келген да, міне осы жерден ақ болып тұрған ғой, шеті. Үстінен, жасылдың үстінен бассақ қоршалады ақ. Мінекей, енді мынау разделить деген тұр ғой, разделитті басып тастаймыз да. Мынау керек емес қой енді да. Қайта-қайта қайсысын ала береміз. Ол үшін мынаның үстіне басылу тұр ғой, ақ болып. Енді корзина тұр ғой, мына удалить деген корзина. Мінекей, соған бүйтіп өшіріп тастаймыз. Бізге мынау керек. Мінекей. Ал енді қалай өзіңізге ұнаса, лайк басып, комментария және де тіркеліп қойсаңыздар, Алланың разылығы үшін қуанып қаламын. Ал енді кездескенше келесі роликте аман болыңыздар. Оны жаңағы жүктеуді мен негізі көрсеткен басқа видеоларында.